Әуесқой шайбалы хоккейшілер тағы да мұз алаңына шықты. Өз алдына бөлек команда болған Магнитка, Самарқанд, Арыстан 2000, Жастар, Теміртау секілді тағы да басқа командалар әуесқой хоккей спортын дамытып жүр. Биылғы жылы турнирға Қарағандылық Барыста қосылған. Доданың бағдарламасы спортшылардың барлығына жақсы таныс, яғни ойыншылар басында бір-бірлерімен ойнап, ұпай көп жинаған құрама плей-оффқа шығып бақ сынасады. Самое коренное различие это то, что к этому чемпионату все команды совершенно по-другому подошли. Стали уже подбирать себе более лучших игроков, стали заявлять вратарей, в частности Пирожки. Приготовили сюрприз, который никто не ожидал. Заявили двух хороших вратарей, взяли себе хорошего нападающего, который отгрузил 5 шайб в первом матче. Ну и по сегодняшней игре вы тоже видели, что, хотя никто не ожидал, что Магнитка так проиграет, но тем не менее все основательно готовятся, все подбирают себе состав. 4 қараша күні мұз алаңында әуесқой хоккейден 2-ші қалалық чемпионат өткізілді. Дәстүрлі түрде өтетін сайыстың ашылу салтанатына теміртаулық хоккейдің бетке ұстар жақсы жайсандар жиналған. Юрий Боки, Александр Потайчуктер өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Салтанатты ашылу күні Бешеный мен Магнитка командалары бірінші болып ойнады. Дода 11-5 есебімен Бешеный құрамасының жеңісімен аяқталды. Сонымен қатар Жастар мен Пирожки ойнап, 9-5 есебімен Жастардың хоккейшілер жеңіске жетті. Ойын соңында Снабженец пен Самарқанд ойыншылары бақ сынасып, 8-2 есебімен Снабженец командасына жеңіс бұйырды. Скорее всего, как и в прошлом году, это у нас получается Магнитка, это Бешеные прошлогодние чемпионы. Это команда Снабженец, самая амбициозная команда. Ну, конечно, Арыстан 2000. Арыстан 2000 стал также сюрпризом прошлого сезона. Никто не ожидал, что мальчишки выйдут в финал, будут там достойно сражаться. Өткен жылмен салыстырғанда биылға топтасқан әуесқой құрамаларының барлығы өз алдына мықты дайындықпен келген. Айта кетейік, өткен жылы Бешеный командасы жеңіс тұғырынан көрінген болатын. Ал биылғы чемпионатта кімнің бағы жанатыны алдағы уақытта белгілі болмақ.